Келін, жаңа әңгіме. Жаздың қысқа түндері апасы алғаш рет жоғарғы ауылдағы Еламанның қызына құда түспек ойым бар дегенде Тоқтас, ой әне бір қызға ма деп жақтырыңқырамай қалған. Мектепте 2 класс төмен оқыған еді. Несі бар екен? Біреудің алақанына салып әлпештеп отырған қызы. Ой, әдіре қал, сенің де біреуді менсінбей қалғаның, деп апасы бірден жекіп ала жөнелді. Қолы сия боп гөрпілдетіп, кең етік киіп жүруші еді. Қолы сия болса, содан бері жуған шығар. Сол етігін гөрпілдетіп, әлі сүйретіп жүрмеген де болар. Уайымының түрін. Есі кіріп, енді келіншек алғалы отырған жігіттің сөзіне қара. Ой, әдіре қал. Апасы көп тәжікелесуді көтермейтін мінезі шадыр адам. Айтты бітті. Көп ұзамай Тоқтас Әлдібек деген жақын туысымен бірге жоғарғы ауылға қыз көруге барды. Баяғыда көріп едім дегенмен адам өзгеріп кете барады екен. Қыз бой жетіпті. Бой жеткендігі болар, тіпті әдемі болып кетіпті. Тоқтастың өзі де айран асыр қалды. Аяғында баяғы гөрпілдеген кең етік жоқ. Қасықтай биік өкше қара туфли. Қыз шай құйып, сымдай нәзік ақ сүйрік саусақтарымен шай құйылған кесені өзі ұзатып отырды. Тоқтас сонда байқады, қолдың баяғы сиясы кеткен. Сия демекші, мұндай қолды бір кезде сияға былғанып, адам көргісіз болып жүрді дегенге сену қиын. Өзге түгіл Тоқтастың өзі де сенбес еді. Әй, ол басқа бір қыздың қолы шығар деп ойланып қалар еді. Қыздың атын да ұмытып қалған екен. Шай ішіп отырып есіне алды. Нұршат. Бұрын оның атына да мән бере қоймаған екен. Ойлап қараса, ат біткеннің әдемісі осы. Ендігі жерде қыз ықыласы қалай екен? Әке-шешесі не дер екен? Әу баста көнген сыңай білдіріп, келе-келе ойланып қарасақ, реті келеңкіремейді екен. Қызымыз жас, басы байлаулы көрінеді. Олай да былай екен деп, әңгіменің соңын пышыратып жіберетіндері де жоқ емес, деп ойлады. Ауылға қайтып келе жатып, атын шоқырақтатып, қайта-қайта оза берген Әлдібекке, Әлдеке қалай екен деді. Мұндағысы қыз туралы пікірін білгісі келгендіктен ғана емес, алда болатын той бағдарында айтып қалар ма екен деп дәмеленгені тін. Әлдібек томаға тұйық жуас кісі еді. Оқыс ой айтатындай түйіліп ұзақ отырып барып, келінім бұлдырықтың балапанындай сүйкімді бала екен деді де, Тоқтас қанша ынтыға күтсе де, Әлдібек одан әрі үндемей қойды. Жоға, әлгі құдаларыңыз не дейді? Жауабын жеңгеме берер, біздің міндетіміз келінді көріп қана қайту ғой, деп Әлдібек әңгімені Тоқтастың шешесі Балымға сілтеді де, атын шоқырақтатып тағы да алға түсті. Енді Тоқтастың тезірек үйленгісі келді. Нұршат ұйықтаса түсінен, тұрса ойынан кетпей қойды. Түсіне баяғыша аяғына гөрпілдеген етік киіп, қолы сия-сия болып енеді де, кейде ақ сүйрік саусақтарымен бұған шай ұсынып отырады. Соңғы кезде құдалары түспегір қайтып айнып қалмаса етті деп уайымдайтын болды. Жақсы хабар айтып қалар ма екен деп апасының сөзіне құлақ түреді. Жоқ, Нұршат жайлы, той қамы туралы ештеңе айтылар емес. Ақыры шыдай алмаған соң, бір күні екеуден екеу пеш жанында тамақ ішіп отырғанда, апа, анадағы әңгімелерің не болды осы деген. Жазға қалды ғой, жайлауға шыға той жасаймыз. Ой, деді Тоқтас тыжырынып. Жайлауға шыққанша не заман? Апасы қайтып үндеген жоқ. Сөзім сөз дегендей міз бақпай отыра берді. Қайткен күнде де апасының шешімін өзгерткісі келгендей. Мал төлдеткен кезде қолғабыс етер еді, деді Тоқтас тағы да. Апасы бұған зілмен қарады. Қарап отырды да, сандалған неме деді. Сандалған неме, қой төлдетейік деп жатырмыз, соған керек болып тұр. Қызыңды тезірек бере қал деп те кісі біреуге құда түсе ме екен? Қолы сия, етігі кең деп кекірейіп едің, енді қайдан асық бола қалдың? Тоқтас төмен қарады. Одан әрі апасына тағы да бірдеңе деуге батылы жетпеді. Бар болғаны іштей, апам да қызық, жайлауға шығып жалғыз үй отырып той жасағанда нендей тамаша болады деп жүр екен деп ойлады. Жайлауға шыға тойлары болды.
Тойға жиналған тума жегжаттар 2-3 күннен кейін тарасты да айдаладағы жалғыз үйде апасы Нұршат үшеуі ғана қалды. Жайлауға шығып жасаған тойдың қызықсыз көрінетіндей болып жүргені әншейін ғана нәрсе екен. Әрі беріден соң Тоқтас жалғыз үй отырып үйленген қызықпай деп қалды. Нұршат тіпті құлпырып кеткен. Әлдібек екеуі барып көретін жолы да әшейін-ақ екен. Тап қазір оған теңесер сұлу дүниеде жоқ сияқты. Отырғаны қандай, тұрғаны қандай, шайы көйлегі сусылдап, үйді айналып, әрлі-берлі жүргені қандай. Тоқтас өз келіншегіне өзі таңырқап, аузы ашылып, қарайды да отырады. Азаннан кешке дейін қарауға жалықпас еді. Әттең қой бар. Азанда кетіп, кешке келу керек. Той өткеннен кейінгі 2 күн қатарынан қойды маңайға тастап үйге келіп түстеніп жүрген. Қарны ашқандықтан ғана емес, үйге қарай аңсары ауады да тұрады. Нұршатты көргісі келеді. Нұршаттың даусын естігісі келеді. Нұршаттың қолынан бірдеңе жегісі келеді. Алғашқы 2 күнгі келгеніне апасы да үндеген жоқ еді. 3-ші күні аттан апыл-ғұпыл түсіп жатқан Тоқтасқа: «Әй, келіншегіңді қасқыр жейді деп қорқасың ба? Үй маңынан шықпай қойдың ғой. Келіншегіңнің жанында дардай кемпір отырғанда қасқыр да ойланатын шығар. Үй маңына жайған мал оңала ма?» деді апасы. Тоқтас үндемей қалды. Атының шылбырын қазыққа байларын, әлде қайтадан кетерін білмей біраз тұрды да: «Енді тамақ ішпейміз бе?» деді күңк етіп. «Күн сайын үйінен түстеніп жүрген қай қойшыны көрдің?» Қойшының күнделікті тамағы 1 тапан нан мен 1 қарын айран. Апасының сөзіне ашуланып, қайтадан қойға кетуге бет алып, атының шылбырын ердің басына іле бергені сол еді. Апасы тағы да: «Келгеннен кейін несіне қайтасың енді?» деді. Сонан соң ошақ басында жүрген Нұршатқа дауыстап: «Нұршат-ай, мынауыңды кешке дейін аман-есен жететіндей етіп тойғызып жібер» деді. Қанша намысқа бекінсе де, Нұршаттың аты аталған соң-ақ Тоқтас қайтадан жуасып қалды. Ерінің басына іле берген шылбырды қолына қайта алды. Әсіресе апасының өзі Нұршатқа келіп «мынауың» дегені көңілін жібітіп жіберді. Үйге кіріп тамақ ішті. Тамақ ішіп жатқанда келіншегі шайы көйлегі сусылдап кеп жанына отырды. Үлбіреп отырғаны қандай. «Апам киіп тастады-ау өзіңе, ештеңе етпес» дегендей жәудіреп қарағаны қандай. Тоқтас ішіп отырған тамағына қараған жоқ, келіншегіне қараумен болды. Қараған сайын елтіп, еріп барам-ау немене. Әрі беріден соң апама ерегіскенде қойға бармай-ақ қойсам ба екен деп те ойлады. Бірақ оған шама қайда. Кешке дейін емес, тап бір келер жылға дейін кетіп бара жатқандай келіншегіне телміріп, қарап алды да сыртқа шықты. Атына мініп қойына кетті. Содан кейін-ақ түскі тамаққа келуді қойды. Апасы айтқан 1 тапан нан мен 1 қарын айран алып, таңертең кеткеннен кешкісін бірақ оралады. Бір көңілді сәтін пайдаланып: «Апа, түсте ыстық тамақ ішпеген соң болмайды екен. Нұршатты түсте бір мезгіл маған жіберіп тұрсаңыз қайтеді?» деп еді. Апасы бетіне қарап отырып: «Сандалған неме?» деді. «Сандалған неме-ау? Күйеуіме ыстық тамақ апара жатырмын деп тау-тасты аралап жүрген қай қойшының әйелін көрдің?» Тоқтас қайтып үндей алмай қалды. Жайлауға шыққан соң үйленсе, көңілдері елегзейтіндей, зерігетіндей болып жүргені де әшейін ғана нәрсе екен. Әрі беріден соң кейде апасы да артық болып көрінеді. Апасының көзінше келіншегіне артық ауыз сөз де айта алмайды. Кейде оңашада келіншегін құшақтағысы келіп, еркелегісі, яғни оған еркелегісі келіп, жақындай берсе болдақ, кез үйдің есігін айқара ашып, апасы кіріп келеді де, екеуі де қысылып қалады. Мұндайда Тоқтас ішінен: «Ой, апам да бір» деп жаратпаған сыңаймен теріс айналып әлде бір жола сыртқа шығып кетеді. Бұрынырақта келін алсам, онда барам, мұнда барам, баратын жерім көп деп апасы үйде тұрмайтындай сөйлеуші еді. Енді үндемейді. Тоқтас іштей баратын жағына бармай ма екен деп ойлайды. Бірақ айтуға батылы жетпейді. Ақыры шыдамады. Жетпеген соң бір күні оңашада Күлшаттан: «Апам ешқайда барам демей ме?» деді. «Барамын дейді ғой, қашан барады екен?» «Жақында».
Тоқтас іштей қуанды. Апам кетсе, мен жалғыз өзім қорқатын шығармын деп Нұршат уайым білдіргендей болып еді. Қорықпайсың, жаныңда боламын, деді. Қойды қайтесің? Ой, солда бір пәле болды-ау дегендей Тоқтас бір ауық үндемей қалды да, апам әуелі кететін жағына кетіп болсыншы, деді. Ақыры апасы қыдырып қайтуға бекініп, жол жабдығына әзірленіп бола бергенде автодүкен келе қалғаны. Сатушы Шайым деген сөзге үйірлеу, қылжақбас кісі еді. Той кезінде бір топ адамның көзінше Тоқтасқа: «Әй, шыныңды айтшы, келіншегіңді жақсы көресің бе, әлде апаңды жақсы көресің бе?» деп жаудай састырған. Сасатын да жөні жоқ еді. Әйтеуір дегбірі қашып Тоқтас «апа» деп апалақтай берді де Нұршат деп қалғаны. Нұршат деген сөздің аузынан қалай шығып кеткенін де байқамады. Нұршатты жақсы көргендігі ме, әлде апасына ғана айтса Нұршат өкпелейтіндей сезілді ме? Жұрт ду күлді. Және жай күле ме? Баз біреулері әр нәрсені айтып Тоқтасты мазақ еткендей болды. Баласының балалығына апасы да қызарақтап: «Есі жоқ-ау, екеуін де жақсы көремін демейсің бе?» деп бұған болысып жатыр. Содан кейін-ақ Шайымды жаратпай қалған. Жаратпағанда не істесін, бұрын соңды араласып жүрген ағайын. Оның бер жағында енді апасы соның машинасымен кетеді, қайтып әкеліп салатын да сол болар. Сондықтан Тоқтас кабинадан түсер-түспестен Шайымның алдынан шығып сәлем берді. «Қалай бала?» деді Шайым сол қалжыңбас қалпымен. Мұның созған қолын ала беріп, сол сөзімен нені меңзеп тұрғаны бұлдыр күйде. «Жақсы ғой», деді Тоқтас қолының саусақтарымен басын қасып тұрып. Деп ол тағы да баласынғандай сыңаймен Тоқтасқа күле қарап тұрды. «Келінге бірдеңе аласың ба?» Тоқтас алмаймын дей алмады. Аламын дейін десе, осы қу тағы да мазақ ете ме деп қауіпсінеді. Өстіп тұрғанда сөзге анасы келіп араласты. «Әй, сен жүгермек, менің баламды неге айналдыра бересің? Сенің де келіншек алған кезіңді білеміз. Үйленгеннен соң бір жеті өткенде ағаңа: келіншегімнің нан пісіріп, көже істеуден қолы босамайды, еншімізді беріңдер деп бүкіл ел жұртқа күлкі болып едің. Енді сенде біреуді мазақ еткің келеді-ау». «Қойдым, жеңеше, қойдым». Шайым сөз соңын арсыз күлкіге жеңдірді. Сол күні кешкісін апасы Шайымның автодүкені мен совхоз орталығына кетті. Тоқтас отарды үй маңына күндегіден ерте алып келді. Бұрынғыдай емес, екеуі бір-біріне еркін, апасының көзінше ұялып сөйлесе алмайтын. Кешкісін шымылдық ішінде жатқанда ғана ұзақ-ұзақ сыбырласатындары бартын. Нұршаттың сыбырлап сөйлегенінің өзі қандай тәтті, ыстық, аузынан шыққан демі Тоқтастың құлағының түбін жылытып жібереді. Енді бір-біріне еркін, дауыстай сөйлесіп, бірін-бірі қостап, күлісіп де алады. Дауыстап сөйлеп күліп жүріп Тоқтас: «Ойпырмай, апам да кетті-ау ақыры. Кеткені қандай жақсы болды. Ана қылжақбас дүкеншіні де Құдай айдап келе қалғанын айтсайшы», деп ойлайды. Нұршатпен бірге ошақ басында жүреді. Нұршатпен бірге үйге кіреді. Апасы болса, әйелмен қабаттасып, әйелге ұқсап, «О несі екен, әрмен жүр» деп ұрсып тастар еді. Апасы жоқ, рахат, қонған шыбынды қаққан боп Нұршаттың денесін сипайды, білегінен ұстайды. Сонда да құмары қанбайды. Тамақ ішіп отырғанда да екеуі бұрынғыша дастарханның екі шетінен терміліп отырмай, бір-біріне жақын отырды. Тіпті Тоқтас жақын отырайықшы деген де жоқ еді. Шайы көйлегі сусылдап кеп, мұның ойындағысын тауып, Нұршат жанына жайғасты. Тамақ ішіп отырып, екеуі жарыса апасының өздерімен кетердегі қайта-қайта қоштасқанын, сонан соң Тоқтастың маңдайынан бір, Нұршаттың маңдайынан екі сүйіп болып, кабинкаға міне берер кезде көйлегінің етегіне сүрініп, құлап қала жаздағанын айтты. Апасы туралы әңгімелеп отырса да, екеуінің негізгі айтпағы басқа жай секілді, біріне бірі құмарта қараумен болды. Тамақтан соң Тоқтастың жатқысы келді. Бұрын анасының көзінше ұйқым келіп отыр деп айтуға да батылы жетпей, сол кісінің «ал жатыңдар енді» деген сөзін күтіп отыра беретін.
ерегіскендей кейде Нұршатқа жүн түткізіп, өзі ұршық иіріп отырып алатынын қайтерсің. Енді жалтақтайтын ешкім жоқ. Дастархан жиналысымен-ақ Нұршатқа жатқым кеп тұрғаны деді, өтірік есінеген болып отырып. Нұршат қарсы сөз айтқан жоқ. Шайы көйлегі сусылдап жүріп, шымылдықты сусылдата түсіп, шайы көрпе, шайы жастықтарды сусылдатып төсек салды. Әуелі Тоқтас жатты. Сәлден соң шайы көйлегі сусылдай кеп, Нұршат сусылдатып шайы көрпенің шетін ашты. Күндегідей емес, бір-біріне сөздері де, өздері де еркін. Күндегідей сыбырласып та әуре болған жоқ. Ашық жарқын сөйлесті. Әсіресе Тоқтастың сөйлегені, күлгені қаңғырлап, күңгірлеп, қара үйді басына көтеріп кетеді. Ұйқылары келе қоймаған соң, түннің бір уағында қайта тұрып, екеуі 6 карта ойнамақ болды. Тоқтастың су жаңа картасы бар еді. Қайсы бір күні іші пысып, Нұршатпен ойнамақ болғанда, апасы, жаман үйреніп кетесіңдер, масқара, жұрт Тоқтастың өзі де келіншегі де құмарпаз екен деп жүрер деп рұқсат бермей қойған. Енді қарсылық ететін апалары жоқ. Рахат. Нұршат тұрып ондық шамды жақты. Тоқтас жиналған текеметтің қуысынан картасын алды. Қайтадан шалбарын киіп әуре болған жоқ. Үй ішінде түрсешең жүрді. Карта ойнар кезде де Нұршаттың жанына түрсешең отыра кетті. Бұл да рахат. Шарттары да қызық. Тоқтас ұтса, Нұршаттың бетінен бір рет сүйеді де, Нұршат ұтса, Тоқтас оны төрден есікке дейін бір рет арқалап барады. Деп бастағанда-ақ Тоқтастың қолына карталар шығып бір берсін. Көзір дейсің бе, тұз бен король дейсің бе, өңшең картаның дөкейлері қолынан шықпай қойды. Тіпті Нұршатты оп-оңай ұтты. Оп-оңай ұтқандықтан ба, келіншегінің бетінен сүю қызықсыз болатындай көрінген. Оның бер жағында 6 картасыз да сүйіп жүрген беті ғой. Дегенмен ойын шартына орай Нұршаттың қашқақтағанына, ұялған сыңайына қарамай ұмтылып еді, сөйтсе 6 картадан ұтып сүюдің орны бір бөлек екен. Бұл да өзінше қызық болды. Сүйісіп болған соң, екеуі де қызарақтап, екеуінің де беттері дуылдап, бір-біріне ұяла қарасып біраз отырған соң, Тоқтас картаны қайта тарата бастады. Екінші ойында Нұршат айла тауып алды. Тоқтасқа еркелегендей боп, тізесіне шынтақтап, тіпті қолтығына кіріп, мұның картасын қарайтын болды. Қарамасайшы деп Тоқтас та айта алмады. Қайта келіншегінің сол қылығы жарасып тұрғандай. Келе-келе ол картаңды жүрмеші, басарым жоқ, анауыңды жүрші деп Тоқтастың жүретін картасын да көрсетіп беретін болды. Амал жоқ, Тоқтас оған да көнді. Ырсың-ырсың күледі де, Нұршаттың сүйріктей саусағы көрсеткен картасын қалай жүріп жібергенін өзі де байқамай қалады. Тоқтас 2 рет қатар ұтылып, Нұршатты төрден есікке дейін арқалап апарды. Әуелде келіншегін арқалап жүру ерсі іс сияқты көрініп еді. Сөйтсе бұрын-соңды қиссалардың бірде-бірінде жазылмаған ғажайып оқиғаның нағыз өзі болды. Нұршаттың денесіне тиеді. Өзі жеп-жеңіл, күлкісі қандай. Келіншегін арқалап келе жатып Тоқтас, төлегенде қыз жібекті өстіп, арқалай алды ма екен шіркін деп ойлады ішінен елжіреп. Арқалай алмаған шығар, арқаласа жыршылар жазар еді ғой. Төлеген марқұмның орындалмаған бір арманы осы болған шығар-ау. Апасы болып Нұршатты арқалап қара үйдің ішінде мұның өңкеңдеп жүргенін көрсе, келіншегіңді әлден арқаласаң жетіскен екенсің деп ұрсар еді. Әйтеуір апасы жоқ. Апамның кеткені мұндай жақсы болар ма, дейді іштей рахат сезімге бөленіп. Үшінші ойында Нұршат тіпті еркінсіп алды. Ана картаңды жүрші, мына картаңды жүрші дегенді қойып енді Тоқтаспен карта айырбастап алатынды шығарды. Шыбынның дамасын беріп, менен шыбынның 9-ын алшы дейді. Көрші қолаң қойшылар осылай десе, Тоқтас шарт бұрт ашуланып, ойынды тастап кетер еді. Бәлкім картаны жыртып та тастар ма еді. Нұршат айтқан соң амал жоқ, айтқанына көнді. Әрі беріден соң бір кезде Нұршат мұның қолтығына басын тығып отырып, көзірдің тұзын берші, мен ондық көзір берейін дегені. Келіншегінің сұраған күнде де
құрығыр көзірдің тұзын мә деп ұстата салу қиын екен. Тоқтас қызараңдап қалды. Қызараңдап отырып, Нұршат-ай, буынсыз жерге пышақ ұрдың-ау деді. Бергің келмей ме? Деді Нұршат та ептеп бұртиған боп. Өкпелегенінің өзі қандай әдемі. Тоқтас іштей, берсем бе екен, бермесем бе екен деп ойлады. Тағы да, көзірдің тұзынсыз да талай ойнап жүрмін ғой, берсем берейін деп ойлады. Көзірдің тұзы Нұршаттан жақын емес шығар. Әлден соң Нұршатқа амалсыздау айтқандай болып, ала ғой деп еді, ол еркелей сөйлеп, өзің бер деді. Сонан соң өзі ұсынды. Соңғы ойында Нұршат тағы ұтты. Тоқтас оны үшінші рет төрден есікке қарай арқалап келе жатып, тағы да, алда төлеген марқұм-ай, деді іштей. Қыз жібекті бір арқалай алмай, дүниеден сен де кеттің-ау. Бірісі кем дүние-ай, опасыз жалған-ай. Ойыннан кейін Нұршат шайы көйлегі сусылдай жүріп, шымылдықты сусылдата тұрып, шайы көрпе, шайы жастықтарды сусылдатып, төсектерін қайта салды. Тоқтас сыртқа шығып, иірілген отарды бір айналып келіп, қайтадан төсегіне жатты. Тоқтас жанына жата берсе, келіншегі, карта ойнай білмейді екенсің ғой, деді еркелей күліп. Күлгені қандай? Тоқтас жоқ ойнай аламын деп дауласқан жоқ. Өмірінде бірінші рет ұтылғанына риза болғаны шығар. Келіншегін құшақтап жатып, 6 картаның қандай ойын екенін бұрын білмейді екенбіз ғой, деп ойлады. Ойынның қызығы 6 карта екен. Сәлден соң ол, айдалада жалғыз үй болып, үйленген қызық, тәтті болады екен-ау. Қалың елдің ортасында отырып үйленгендер қайтып жүр, не ойнайды деші. Дәл мынадай қызық болмайтын шығар-ау деп ойлады. Тойды жайлауға шыққан соң жасаймыз деп апасы қоймап еді. Осылай болатынын білгендіктен екен ғой. Ол келіншегін бүгін айрықша жақсы көріп кетті. Сол айрықша жақсы көргендігінен болар, киіктің лағындай болып құшағында жатқан Нұршатқа бір кезде айналайын деді. Сосын, деді Нұршат осылай сөйлеуін қызықтағандай құшағына тығыла түсіп. Құдайдың бере салғаны. Нұршат сықылықтай күлді. Жасағанның ие салғаны. Нұршат ұзақ күлді. Және күлгені қандай? Тоқтас ер адам, әйелін айналуы керек пе, керек емес пе? Айналса қалай айналу керек, ол жағын анық білмейтін. Білетіні өзін жақсы көргенде осылай айналушы еді. Мұны кім үйретті, деді Нұршат, күлкісін тыя беріп. Апам. Нұршат тағы да күлді. Осы бір күлкі құла түздегі жайлауға, жайлаудағы жалғыз үйдің төріне, мол шашылған күміс сыңғырындай болып көпке дейін естіліп жатты да, ақыры түннің бір уағында барып екеуі құшақтасқан күйлері тәтті ұйқыға кетті. Таңертең отарды күндегіден кеш өргізді. Оның үстіне көп ұзатқан жоқ. Өзінің үйге келіп тұруына қолайлы болуын діттеп, бір қыр асып барып жайды. Кіші сәскеде келіп, азанғы шайын ішті. Ұлы сәскеде келіп, айран ішті. Іштім дегендегісі әшейін аты ғана. Бар ықыласы келіншегінде. Нұршатты көргісі, Нұршаттың жанында отырғысы келеді. Түс кезінде отарды суатқа ертерек құлатып, өзі атын борбайлата шауып ыстық тамақ ішу үшін үйге келді. Тамақ ішіп отырып Нұршат, түстен кейін мен де қойға барайыншы деді. Несіне барасың? Қой баққан қызық нәрсе деп жүрсің бе? Ішің пысады деп еді, бәрібір келіншегі көнбеді. Бәрібір барғым келеді деп қиылып отырып алды. Сонан соң Тоқтас көнді. Көнгені сол, атын қайта ерттеп, ердің үстіне той көкпарға ғана салатын су жаңа құрақ көпшік салды. Сөйтіп жатып ерге Нұршат отырсын, маған аттың жалаңаш арқасы да болады ғой деп ойлады. Ерге Нұршатты отырғызып, өзі аттың жалаңаш арқасына жармасып, түстен кейін енді қой бағуға екеуі шықты. Дәл осы қалпында көрсе апасы, жетіскен екенсің, о заманда бұ заман келіншегінің арқасына жармасып отырған кімді көрдің, деп ұрсар еді. Ол кісі жоқ, рахат. Әуелде қой бағуға апарғаным қалай болар екен? Көңілсіз болатын шығар деп ойлаған. Олай болмады. Бытырап жайылған отардың шетіне отырып, екеуі 6 карта ойнады. Ойындары тағы да түндегідей қызық болды. Тағы да Тоқтас бір рет келіншегінің бетінен сүйіп, 3 рет есік пен төрдей жерге арқалады.
Далада отырып келіншегінің бетінен сүйген, сонан соң әрлі-берлі арқалап жүрген қызық болады екен. Екеуі де ішек-сілесі қатқанша күлді. Бұлар күлген кезде қойлар бүгін қожайынымызға не болған өзі дегендей бұрылып қарап тұрды. Өстіп жүріп кештің қалай батқанын білмей қалды. Отарды алдарына салып үйге қайтты. Кешкі шайларын ішті. Кешкі шайларын ішіп болған соң тағы да ерте жатып қалды. Жатқанымен ұйықтай қоймады. Ұйықтай қояйық деген ниеттері де бола қойған жоқ. Қайтып тұрып, ондық шамды жағып, 6 карта ойнады. Бұл жолы Тоқтас тәуір карталарды Нұршатқа беріп, бұрынғыдай аңқиып отыра бермей, кейде өзі де көңілі қалаған картасын айырбастап алып жатты. Бұл түні тең ойын болды. Нұршаттың бетінен 2 рет сүйіп, 2 рет төрден есікке дейін арқалап апарды. Шамды өшіріп төсектеріне қайтып жатқаннан кейін де араларында әзіл-күлкі тыйылған жоқ. Баяғы бала кездерін естеріне алды. Бір кезден Тоқтас, қолың сия болып жүруші едің деп еді Нұршатқа, сонда сол сияны сенің бетіне жағуым керек екен деп ол сықылықтай күлді. Келіншегінен қайткен күнде де асып кеткісі келгендей Тоқтас тағы да аяғыңдағы етігің гөрп етіп жүруші едің ғой деді. Апамның етігі болатын деді Нұршат күлкісін тыйып. Өзіңнің етігің жоқ па еді? Шалбарыңның жыртығынан тізең жылт етіп сен де жүруші едің ғой. Нұршат зілсіз айтса да, мына сөз Тоқтасқа ауыр тиді. Өкпелеген боп теріс қарап, тоңқиып жатты. Нұршат, соғанда ашуланып қалдың ба деп мойнынан қолтығынан қыдықтаған болып еді, міз бақпады. Өкпелемеуіне де болады деді, әйтеуір өкпелегісі келді. Теріс қарап тоңқиып жатып та, сол кезде де маған көз қырын сала жүреді екен-ау, сонда-ақ сүйетін болғаны ма деп ойлады. Өкпелесе де келіншегіне іші жылып жатты. Таңертең түнгі өкпесін ұмытып, қайтып жайраңдап-ақ кетуіне болар еді. Намысы түспегір, өкпелесең дұрыстап өкпеле, өкпелеген күйі қойға кетіп қал деді. Сол намысты тыңдады да, үн-түнсіз киініп, түсте келмейсің бе деген келіншегінің сұрағына жауап бере қоймай, қамшысын бүктей ұстаған күйі сыртқа шығып, бірден атына беттеді. Шыққан бойда қойды біраз ұзатып жайып кетті де, күн түсте таян сәтте қайтадан ауыл маңына таяды. Астындағы атын тұсап, етекке жайылып жатқан қой арасына қоя берді де, өзі қыр басына шығып, тобылғының тасасында жатып, үй жаққа қарады. Нұршат самауырын қойып жүр екен. Жер ошақтан да түтін көтеріліп жатыр. Түскі астың қамына кіріскен екен деп ойлады Тоқтас. Енді 2 көзі 4 болып мені күтіп отырау. Іші жылып қалды. Таңертең нәр татпай шыққандықтан қарны ашып, тамақты ойлағанда атына міне сап үйге қарай шыққысы келді. Бірақ намысы түспегір, өкпелесең дұрыстап өкпеле деп етегінен басып жібермей қойғаны. Тобылғының тасасында жатып, Нұршаттың үйден шыққанын көрді. Үйге қайтып кіргенін көрді. Сымбаты қандай, жүрген жүрісі қандай, айналайын деді іштен Тоқтас. Айналайын-ай, менің шалбарымның жыртығын қайдан ғана еске сала қойып едің? Болмағанда ғой, қазір жайрандап жаныңда жүретін едім. Келесі қырды асып, бытырап жайылып бара жатқан қойларын суатқа құлатып келіп, тағы да тобылғының тасасында жатып, үй жаққа қарады. Қараса үй жанында самауырын жоқ, жер ошақтан көтеріліп жатқан түтін де жоқ. Нұршаттың шынымен-ақ мені күтпестен шайды өзі ішіп жатқаны ма деп ойлады Тоқтас. Қарны әбден-ақ ашты. Атына міне сап, тамақ суымай тұрғанда жетіп баруға да бекініп еді, әттең намысы түспегір. Тағы да шыдап бақ, абыройыңды төкпе деп етегінен басқаны. Қойларды суаттан өргізіп келіп, тағы да қыр басындағы тобылғының тасасынан үй жаққа қараған. Ешкім көрінбейді. Самауыр да, жер ошақтағы көтерілген түтін де жоқ. Қара үйдің есігі жабық. Ау, осы Нұршат үйде ме екен өзі деп ойлады Тоқтас. Мен оған өкпелеп жүргенде, ол маған өкпелеп ауылына тартып кетіп жүрмесін. Ойпырмай, сөйтіп жүрмесе етті. Осылай ойлауы-ақ мұң екен. Тоқтастың берекесі кетті. Тобылғының тасасын қойып, қыр басына шығып, үй жаққа дұрыстап қарады. Жоқ, қара үйден ешкім шықпайды. Не де болса барып біліп келсем бе екен деп дегбірсізденіп еді, тағы да әлгі намыс түспегір. Келіншектің алдында берекесіз болып көрінбе.
шыда деп болмай қойғаны. Енді кешті батыра алмай қойды. Теңселіп әрлі-берлі ұзақ жүрді. Күнде ерегісіп бір орнынан жылжымай қойды. Үйге күндегісінен ерте қайтқысы келіп еді, ерегіскенде 7 жылдан бері шөп көрмегендей қойлары жерге жармасып, бастарын бір көтерер емес. Сендердің есептерің түгел-ау, деді Тоқтас бытырап жайылып жүрген қойларын үйге қарай әзер бұрып жүріп. Сендерге шөп болса болды. Жұрттың келіншегі үйде ме, әлде төркініне кетіп қалды ма, онда шаруаларың жоқ. Қойларын төмен құлатып, өзі үйдің жанына келіп аттан түсіп жатты. Бірақ Нұршат шыға қойған жоқ. 1-2 рет жөтеліп те қойды. Ешқандай дыбыс білінер емес. Әй масқара, болмасам етті, деді ол атының шылбырын қазыққа байлап жатып. Тоқтастың келіншегі кетіп қалыпты дегенді естісе жұрт бетін шымшып күлер. Апам ше, ойбай, ол кісі ести көрмесін. Үйге қарай салы суға кетіп, аяғын самарқау басып келе жатты. Үйдің есігін де батылсыз аша беріп, шайы шымылдықтың дір ете қалғанын байқады. Үйде екен ғой деп ойлады көңілі орнығып. Төр алдында жайылған дастарханда ет әлі тұр. Күткен екен-ау деп ойлады көңілі жылып. Күте-күте келмеген соң жатып қалған екен ғой. Есік аузына етігін шешті. Төр алдына барып, костюмын шешіп, кереге басына ілді. Дастархандағы тамаққа бас салғысы келіп ақ тұр. Әттең тағы да так-так деп намыс түспегір жібермеді. Бұл төр алдына жан тайып енді жата берген кезде шымылдық ішінен Нұршат шықты. Қабағында кірбің бар, бірақ ләм деп үндеген жоқ. Үн-түнсіз күйі самауырды көтеріп сыртқа кетті. Ол сыртқа шығысымен Тоқтас дастархандағы тамаққа бас қойды. Намысы, шыда, сабырлы бол деп-ақ еді, оны тыңдар мұршасы болмады. Нұршат қайтып үйге кірген кезде Тоқтас табақты босатып та қойған. Нұршат көзінің астымен бұған бір босаған табаққа бір қарады, бірақ үндеген жоқ. Жайшылықта болса, қарның ашқан-ақ екен деп күлер еді. Оған бұл да қосылар еді. Сәлден соң қайнаған самауырды кіргізіп, бұған шай құйып берді. Тағы да екеуінің арасында әңгіме бола қойған жоқ. Тоқтастың бірдеңе деп сөз бастағысы келді дағы, ретін таппай-ақ қойды. Шайдан кейін үй жанында иіріліп жатқан қойларын бір айналып келді де, шешініп шымылдыққа кірді. Енді Нұршаттың жатуын күтті. Ерегіскенде ол ыдыс-аяқ жуып, үй ішін жинастырып, бір шығып, бір кіріп жүріп алғаны. Нұршат жатсайшы енді деп батылы жетіп айта алмады. Ақыры шымылдықты түріп, шайы көйлегі сусылдап келді-ау жанына. Әуелде екеуі бір-біріне тоң теріс күйде үнсіз жатты да, сәлден соң Тоқтас бұрылып, оны құшақтады. Келіншек үндемеді, бірақ қолын да қаққан жоқ. Содан соң мойнын қытықтады. Тағы да үн жоқ. Кеудесіне қыса қайта құшақтай беріп, Тоқтас айналайын деді. Айналайын деген кезде даусы дірілдеп, ет бауыры елжіреп кетті. Сол-ақ екен, келіншек жуас үнмен, түсте келмедің ғой деді. Әдейі келгенім жоқ деп қалай айтсын, олай деуге аузы барар ма? Таңертең қойды ұзатып кеткен екенмін. Содан жануарлар жайылсыншы деп, соларды аяймын деп үйге жете алмай қойғаным. Осылай деді де, ол келіншегін қайта құшақтады, сүйді. Содан соң-ақ әңгімелері жарасып кете барды. Әрі-беріден соң төсектен тұрып, ондық шамды жағып, екеуі тағы да 6 картаға кірісті. Кешегідей, тіпті кешегінен гөрі де картаны әсерлі көңілді ойнады. Тоқтас тағы да келіншегінің бетінен 2 рет сүйіп, 2 рет төрден есікке дейін арқалады. Сосын сол бұрынғы бір-біріне емін-еркін арқа-жарқа қалыптары шамды сөндіріп, қайтадан төсектеріне жатты. Ұйқылары келмеді. Ұйықтай қояйықшы деген ниет өздерінде де болған жоқ. Сені кетіп қалды ма екен деп қорыққаным, деді Тоқтас келіншегін құшақтап жатқан күйі қаупін енді айтып. Қайда кетем, деді Нұршат күле сөйлеп, сені тастап. Айналайын. Тоқтастың даусы елжіреп кетті. Құдайдың бере салғаны, жасағанның ие салғаны. Нұршат тап кешегідей даусы сыңғырлап ұзақ күлді. Күлкісі қандай? Келіншегінің күлкісіне елтіп жатып Тоқтас. Топырағың торқа болғыр төлеген ай. Қыз жібектің күлкісіне көміліп, осылай бір жата алмадың-ау,
деп іштей төлегенді мүсіркеп кетті. Мына үйдің де, құла түздегі жайлаудың да жалғыз сәні шымылдық ішінен естіліп жатқан осы бір күлкі ғана секілді. Жалғасы бар.